Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Тоқаевқа жаным ашиды деді қазақтың осы Нью-Йорктегі бір алтын азамат. Не болды? Қалай жаның ашиды деді. Тоқаев бейшара мынау сахнадағы қалың сорлы шолтаңбайлардың қолын алып, өзінше өзін халыққа жақын көрсеткісі келіп, сайда саны құмда ізі жоқ, елге айтар ақылы жоқ, өмірінде кісіге үлгі болар ісі жоқ, тек табиғаттың бір хикметімен аңыраған дауыс беріп қалған сол сұмырайлардың бәрімен қол алысып, әлгі аталмыш өнер адамдары дейінетін, ақшаға арын сататын, нанға намысын айырбастайтын бір топ қолында өнер адамы дейтін куәлігі бар арсыздардың аузымен өзін жарнамалатып жатыр екен дейді. Иә, былайғы көзі ашық қазақ, көкірегі ояу қазақ бұл күндегі өнер адамдарының кім екендігін біледі. Баяғыда орыстың бір басқыншысы айтыпты дейді. Жаулап алған қалаға келгенде екі түрлі адамдарға тимеңдер деген екен дейді. Байларды тонай беріңдер, интеллигент зиялылар болса атып тастай беріңдер, ал жезөкшелер менен әнші бишілерге, өнер адамдарына тиіспеңдер, себебі жезөкшеге кім ақша берсе, ол соның көңілін табуға тырысады. Әнші күйшілер де солай, кім ақша берсе, соған арнап аңырап ән айта береді депті. Я, ол орыстың аты кім екенін білмеймін, мүмкін орыс, мүмкін орысқа қызмет істеген тағы біреу шығар. Бірақ жұрттың бәрі соның сөзін кәдімгідей айтып, желіде жазып жүр. Білетіндер болса, астыға жаза жатар. Ал бүгінгі қазақтың қолдан құдай жасап алғыш біреу аңырап сахнаға шықса, әлгіні таңға жайып бір, өзінен артық сезініп, өзін қор, өзгені зор сезінетін, 70 жылдық Сәбеттің тепкісінен, 30 жылдық Назарбаевтың құлдығынан арыла алмаған, деколонизациялық барыстан өтпеген, отарсыздандырудың нәтижесін көрмеген былайғы халық, әлгі аталмыш аңырақайлардың бәрін алтын көріп отыр. Енді қалың қазаққа бір нәрсені түсіндіретін кез жетті. Әнін сатқан әнші әулие емес. Ол Көкбазарда картоп сатқан қатыннан еш айырмасы жоқ. Картоп сатқан қатын таңғы сағат 8-ден 10-нан келіп, тіпті түнгі сағат 4-5-те картопын ылғалдап реттеп, тазалап, сүртіп, қорапқа, қапқа бөліп, анау суық қоймалардан әкеліп, Көкбазарда сатса, сосын кешкі сағат 5-6-да жұмысын тастап, қамбасына барып қалған картопын өткізіп, осылар ыстықта бұзылмасын деп суық қоймасының ақысын төлеп, одан көлігін айдап ауылына барып, байының тамағын беріп, баласының киімін жуып, сабағын қадағалап, ертесі таңғы сағат 4-5-тен қамбасына қайта ала сұрып келсе, онда ол картоп сатқыш нағыз табан ет маңдай терімен Құдайдың берген ырыздығын алушы. Ертең барса, жаратушының алдында да жүзі жарық, табанынан тозып, түн ұйқысын 4 бөліп, баласының да, байының да қамын жеп, халқына адал еңбек етіп отыр. Бұлай қарасаң, өзінің картопын өзі сатып, өзінің қарнын өзі тойдырып жүргенмен, салық төлеп, мемлекеттің қазынасын толтырып отыр. Және анау ата-бабамыздан саудаға тым шебер бола қоймаған, көшпендінің ұрқы болған, тіпті Совет кезінде де сауда сатықтың бәрін сарт солаңның қолына ұстатып, былайғы қазақ сол ғылым қуып, білім қуып, диплом алып, былайғы қазақ сол ілім, білім, өнер саласын жағалап кеткенде, Назарбаев тентіретіп, қаңғыртып жіберген 30 жылда тәуекел деп, басын тауға да тасқа да ұрып, сол ата-бабамыз айналыспаған сатымсақтықтың бір қырынан шыға келген сол кісілерге құрметпен қарауға тиіспіз. Себебі қалалы болмай мемлекет құра алмаймыз. Ал қалалы болу үшін бізге қаланың орта буржуазиясы керек. Ал қаланың орта буржуазиясы бүкіл дүкенді, бүкіл ақша түсетін тетікті ұстау керек. Біз қашанға тіріміздің киімін, өліміздің кебінін қаңғып келген Сартсауанға қаратып отырамыз. Сартсауанға қош айтып, қазақтың саудагердің шыққаны әрине жақсы тірлік. Ал әлгіндегі картоп сататын әйелдің аңыраған әншіден артығы неде? Ол кем дегенде өзгені алдамайды. Ол арын сатпайды. Ол картопын сатады. Бірақ аңыраған әншілер Совет кезінде идеологияның құралы болды. Совет кезіндегі сахнаға КГБ-ның, НКВД-ның фильтрінен өткендер ғана шықты.
Совет кезінде Алматыдағы жазушылар одағына сол НКВД КГБ-ның фильтрінен өткендер ғана кірді. Совет кезінде сол қазақтың ең атақты деген композиторының өзі, Шәмші Қалдаяқовтың өзі дипломы жоқ деген сылтаумен тума талантына, Құдай берген дара тумысына қарамастан Алматыға жолатылмай, композиторлар одағының мәңгілік мүшесі бола алмай кеткенін білесіздер. Ал Құдай берген тума талант Мұқағали Мақатаев болса, мәңгі бақи осы Алматыдан бір жамбасы тиерлік қоныс ала алмай, қақпаймен қағажу көріп, Алматыдан шеттетіліп, сол НКВД КГБ-ның фильтрінен өткен қалың қызыл сұмырайлар, орыстың тілін тапқандар, және аға көке болып бірімен бірі жең ұшынан жалғасқан сол қалың аталмыш тырнақша ішіндегі қазақтың зиялы сымақтарының мүйіздегеннен, қағажу тепкі көрсеткеннен, сол Мұқағали Мақатаевтың өзі Алматыдан алыста өмір сүрді. Келеді-ау, жатақханадан басқа барар жері жоқ, Көкбазардан басқа жағалар жері жоқ, Сартсауанның үйін пәтерге алып, жоқшылықпен тепкінің дәмін әбден татқан қазақтың бірі сол Мұқағали болды. Бірақ өле-өлгенше қазақтың шұрайлы бай тілін пайдаланып, қазақтың қара өлеңін жандандырып, қазақтың бойындағы соңғы өшкелі тұрған ұлттық рухын оятып кетті. Сол Мұқағали, сол Советтің аталмыш НКВД КГБ-ның фильтрінен өткен, Алматыдан қос-қостан пәтер алған, таудың баурайында неше түрлі сая бақшалары болған, Көкбазардан барып арақ ішіп, ертесі саяжайына барып бас жазатын әлгі зиялы сымақтардан сол кезде тепкі көргенімен, сол зиялы сымақтар өмірден өтер өтпестен аттары өшкен сәтте, ал Мұқағали мәңгілік өмірін бастады. Неге? Мұқағалидың қазақтың жүрегіне ең жақын өлеңдері, Мұқағалидың таза, тамаша лирикалары кәрінің де, жастың да, еркектің де, ұрғашының да жүрегінен ойып тұрып орын алды. Ал Советке жаққандар, НКВД КГБ-ға жаққандар мың жерінен қазағым деп қаңылтыр кеуделерін қаққанымен, біреусі өзі тірі болғанымен өлі, ал біреулері өле сала жұрт оның есім сойында ұмытты, ныспысында ұмытты. Келе-келе кітаптары, келеметр дастандары сол беті шаң басып, Советтің ескі кітапханаларында қалды. Одан басқа ештеңке жоқ. Бұл күнде солар ұлы боп, тұлға боп, аталмыш мықтылар ғана жататын қабірде жатқанымен, оларды біреу еске алар, біреу еске алмас. Бірақ Мұқағали әр қазақтың жүрегінде. Мие, тура сол сияқты, әр заманның жағымпаздары жақсы өмір сүрген заман. Күні кеше Советтің НКВД КГБ-сы мақтап, ұлы Совет социалистік республикалар одағы СССР деп, орысқа еліктеп, орыс құсап, әрбір тостың, әрбір өлеңін екпіндетіп, жұтынып, қылғынып, ине жұтқан ит құсап ыңқылдап тұрып оқитын сол аталмыш ақын жазушылар Совет құлаған кезде аяқ астынан ұлы нұр тұлғаны мақтап шыға келді. Совет қалай құлағанда нұршылдық заман солай басталды. Нұр қасиетті сөз еді, бірақ иттің аузына алтыннан тіс салып қойсаң да, ол бәрібір иттің аузындағы алтын. Тура сол сияқты Құдайдың қасиетті сөзін Нұрсұлтан деп алған, тағы бір Құдайдың қарғысына қалған, екі дүниелігін Құдай қарғап қойған бір лағнеті қазақтың тағдырын қолын алған қасіретті заман болды. Көп жұрт тағы да бір нәрсені қате ойлады. Тәуелсіздікті қазаққа Құдай берді, Нұрсұлтан берген жоқ. Оған дәлел, Совет одағынан орыстың өзі тәуелсізбін деп жариялағанда, Совет одағының ескі шаңырағын ұстап қазақ қалды. Яғни Совет одағының ең соңғы елі болып қазақ Совет социалистік республикасы қалған болатын. Нұрсұлтан өзіне Горбачев жағынан уәде етілген Совет социалистік республикалар одағының премьер-министрі боламын деп аңсады. Себебі тумысынан мансапқа деген махаббат ерекшеді. Оның бұл дүниедегі аңсағаны да, арманы да тек кресло болатын. Әлемдік үлкен державаның премьер-министрі болу, ол үшін мәңгілік жәннатқа кіргендей еді. Тақуа мұсылман жәннатты жылап, еңіреп отырып аңсаған болса, Назарбаев Совет социалистік республикалар одағының премьер-министрі болуды жылап, еңіреп отырып күтті. Өкініштісі, ол
премьер-министр болатын, екінші нөмірлі адам болатын сол империя оның арманын іске асырмастан құлап кетті. Советтің құлағанына ең қатты өкінетін үш адамды білемін. Біреусі Путин. Ол Совет одағының құлауын катастроф деп тұрып жариялаған. Екіншісі Ши Цзиньпин деген Қытайдың дәл қазіргі сұмырай қанішер басшысы. Ши Цзиньпин де Совет одағы туралы былай деген еді. Советте тіпті бір есі дұрыс еркекте болмадау, деді. Енді образдап тұрып аударған кезде бір еркек шығып коммунизмнің ұлы жеңісін сақтап қала алмадау, деді. Бір еркек шығып, деді. Міне, бұлар социалистік жүйенің құлағанын бұлар өкінішпен қабылдайды. Бірақ Назарбаевтың социализмге, коммунизмге деген ондай бір шексіз махаббаты болды деп айта алмаймын. Әрине, Назарбаевтың советтік кездегі жазған дүниелерін там-тұмдап кейбір орыстар жариялап жатады. Әрине, ол заманда ол кәдімгі Құдайға адал берілген фанат прадар діндар сияқты коммунистік жүйеге адал берілді. Және сол коммунистік жүйедегі қырғынды, соғысты, ішкі күресті, сасық сауданы, бірін-бірі қаралау жалалауды, мықтыларға жағынуды, кландардың сапына кіріп, сөйтіп, ең ұтымды сәтте орып қалып, опырып қалуды әбден меңгерді. Кімге қызбен сыйлық беріп паралау керегін, кімге шараппен сыйлық беріп паралау керегін, ал кімге ақшамен, алтынмен сыйлық беріп паралау керегін әбден меңгерген нағыз айлакер кәнігі қу түлкі болып шықты Назарбаев. Сол Назарбаевты кім мақтамады? Мен білген Қазақстанда Назарбаевты мақтамаған әлгі аталмыш жезөкшелермен категориясы қатар тұратын өнер адамдарынан ешкім қалмады. Айтқа бұйырмаңыздар, мен өнер адамдарын бір жолда, бір тұтас, бір таяқпен айдап, сыпырмайын бір қамшымен сыпырып айдап, бәрін жезөкшемен бір дейсің деп айтудан аулақпын. Өнер адамдарының ішінде де анда-санда Құдай бір жүрегіне зәреде иман ұялатқан, ұят ұялатқан, халқым, қазағым ертең не болады деп ойлайтындар бар. Бірақ өкініш түсі көп емес. Тіпті аз. Аз деп айтуда қиын, жоқтың қасы. Бірақ солардың дені советтен құлдықтан қалған дәстүр бойынша ақылдылықтың белгісі, өмір сүрудің белгісі, бас сауғалау деп білді. Сөйтіп, жаппай күшке, күштік құрылымға, билік иесіне, лауазым иесіне зікір айтты. Тақуа прадар жаратушысына зікір айтып, шүкір айтқан сияқты, совет кезінде компартияға және оның бірінші секретарына зікір айтып, шүкір айтқан қалың советтік, коммунистік құлданған құлдар болса, енді нұр заманында Нұрсұлтан Назарбаевты қолдан Құдай жасап, тіпті оны пайғамбар деп атайтын, аузы мұрны қисаймай телевизорда да, былайғы тойда да, былайғы реал өмірде де Назарбаевты Құдай емес, Құдайдан былай емес дейтін қазақ көбейді. Сол Назарбаев тасталқан болды. Жасырар жоқ, Назарбаевты тасталқан қылғандардың ішінде біз бармыз. Назарбаевтық жүйеге қарсы ту ұстап шапқанның бірі және бірегейі менмін деп айтуға әбден толық қақым бар. Себебі Назарбаевтың қанішерлік, пирамидалық, кландық және фундаменталдық, радикалдық жүйесіне қарсы ең алғашқы күрескендердің бірі болмасақ та, ең пәрменді соққы берген күрескердің бірі болдық. Қалай күрескенімізді жұрттың бәрі біледі. Орыстан өзінше алшақтағансып Қытайдың қолтығына кірген, Қытайдың қазақты мәңгілік опыққа қалдыру үшін, қазақты мәңгілік қақпанда қапыда қалдырмаққа берген қарызын, қайтарымсыз қарыз деп ала берген сол сұмырай Назарбаевтың құдайы болған Қытайға қарсы шапқан біз болдық. Қытайға қарсы шауып, батыр болайық деген жоқ едік. Қытай ондағы қазағымызды, яғни өзінің 77 ата бабасының ежелгі ата қонысында тұрған,
кешегі Үйсін патшалығының ата қонысында отырған, кешегі Найман хандығының, кешегі Керей хандығының ата қонысында отырған, сол Үйсін хандығының туын ұстап отырған бүгінгі Үйсіндер, албандар, суандар тұрған сол ескі жерді, кешегі Найман хандығының ежелгі ата қонысын ұстап отырған сондағы қалың Найман, Қызайды және Найманның басқа аталарын, ал кешегі Керей хандығының, тіпті түгел түркінің түп тамыры болған Алтайды ұстап отырған Керей хандығының бүгінгі ұрпақтары қалың Керейді Қытай қынадай қырып тас қапасына, тар түрмесіне қамағанда, қолымызға ата-бабадан қалған қанды қылышымызды, қанды найзамызды алып, атажау Қытай қайдасың деп қарсы шаптық. Біз Қытайға қарсы шапқанда Назарбаев ту баста байқамай қалды. Қатты сөйлер, сосын алдабаларымыз, арбабаларымыз деді. Өкініштісі, ол жоспарының бәрі іске аспай қалды. Сол Назарбаевтың ең соңғы құлауына біздің де үлесіміз зор деп білеміз. Енді сол Назарбаевты Құдай жасаған қалың өнер адамдары Назарбаев өлмей тұрып, көріне кірмей тұрып, көзі жабылмай тұрып, Назарбаевтың қалған кландары тасталқан болып жатқанда, енді бүгінгі билікті ұстаушы кешегі Назарбаевтың өзі шашып кеткен, Назарбаевтың басыбайлы құлы болған, Путиннің басыбайлы құлы және қарғыбаулы иті болған, күні кеше қаңтарда қазақтың 4 жастағы бүлдіршін сәбиіне дейін оқпен атып өлтірген, қазақтың өрімдей жастарына ескертусіз оғат деп бұйрық берген, қазақты қынадай қырған сол Тоқаевке арнап, қазақтың әлгі аталмыш өнер адамдары категориясы жезөкшемен қатар тұратын сол сатылғыш, арсыз, намыссыз және деңгей жезөкшенің аржақ бер жағындағы солар бірден зікір айта бастапты. Құдайға зікір айтқан тақуа пірадардай әлгілер енді қолдан жасаған құдайларына табынып жатыр екен. Ішінде күні кеше арысын айтсақ, анау совет кезінен біз әнін тыңдап өскен. Берісі Назарбаев заманда жұлдыз болған. Күні кеше Назарбаевқа арнап құлаш-құлаш одалар, мадақтар оқыған. Солар бүгін енді Тоқаевқа арнап, Тоқаевты құтқарушы Құдай деп, көктен түскен Исаға теңеп, жерден шыққан Мәдіге теңеп, жыр арнап, Тоқаевты қолдайық деп жатыр екен. Енді мейлі Инстаграмын қарайық, мейлі ТикТогын қарайық, мейлі Фейсбугын, мейлі Ютубын қарайық, әлгілерді қарғап сілеген қазақта қисап жоқ. Мен әрбір сол аталмыш сахнада жүрген сайрамбайлардың, сахнада аңырап жүрген сол аңырақайлардың, әрбір сол ұятсыз, мүмкін ырықсыз қалды, мүмкін мәжбүрмен, мүмкін бір зәрулікпен айтқан сол сөздерінің астында 99% халықтың әлгілерді сынап жазған сөзін көріп, менің жүрегім сондай бір рахаттанды. Неге? Менің халқым, менің алталашым ояныпты. Кем дегенде осыдан бірнеше жыл бұрынға дейін, қазақы ортада жүргенімізде, осыдан бірнеше жыл бұрынға дейін, қазақтың ішінде жүргенімізде, былайғы қазақтың бәрі демесек те, дені әлгі аңырақайларды көргенде аттан түсіп сәлем беретін. Ал бүгінгі қазақ, бүгінгі саяси сауаты ашылған қазақ, енді ол аңырақайларды көргенде, олардың адам кейпіндегі шайтан екендігін, екі аяқты хайуан екендігін біліп, өздерін олардан өр ұстайтын бір деңгейге жетіп.